Армардақты көзқарақты көкірегі ояу көрермендер, бүгін бізде ерекше жоба, яғни подкаст. Бүгін бізде енді қонақта Екатерина Жұмашева, Қош көрдік. Есімі орыс, фамилиясы қазақ тұр енді. Неге? Бұл себебі біздің қазақ отбасына келін болып түскен орыс келін лақабатымен танымал Екатерина ханымыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Және бізде Шынаргүл Жаңайқызы, менің қасымда көмекші, бірге жүргіземіз. Ендеше бастайық. Алғашқы сұрағыңыз, жолдасаңыз, Шынаргүл ханым. Екатерина, сізді жұрт орыс келін деп атайды. Осы лақабат қалай пайда болды? Өзіңізге ұнай ма? Осыдан карантин кезінде мен блогымды бастаған болатын. Үйде жай ғана өзім үйдің шаруасын, енді келін болғасын үйдің шаруасын жасайсың, тамақ пісіресің, соны жай ғана видеоға түсіріп, соны сториске салам инстаграмға. Сөйтіп деген бәрі орыс келін бірдеңе деп бәрі сөйтіп жазып кетеді. Содан деген мен құрбым өзім айтады, неге сен парақшаны орыс келін деп қоймайсың деп. Қой деп жүргем мен бірінші. Қой құрсын, қайда, орыс келін, ты что деп. Өзіме шын айтсам, кішкене как будто грубо болып естіледі да. Бұлай енді уже бәрі сөйтіп танып кеткесін, аккаунтты не өзгере алмайды уже. Все сөйтіп кете берсін деп істедім. Солай шештім. Онда сіздің ата-анаңыз да орыс, орыс ұлтынан шықтыңыздар. Жалпы қазақ отбасына қай жылы келдіңіз, қай жылы тұрмысқа шықтыңыз? Басында, басында осы үйренісу қиын болған жоқ па? 2015 жылы октябрь айынан бастап келін болып түстім. Қиын болғанда енді оңай болып кетпейді, себебі өз үйім емес, уже басқа үйге келдім ғой. Сіз оған дейін орысша сөйлеп жүрдіңіз бе? Жоқ, қазақша сөйлестім. Қазақша білесіз, жақсы білесіз. Қазақша оқығансыз? Жоқ, орысша оқыдым. Айналамда көршілерім бәрі қазақ болғасын. Сөйтіп қазақша сөйлеп, қазақ тілін басында түсінген жоқпын оларды. Сосын өз әжеме жылап келіп айттым, давай маған словарь алып бер маған, давай мен уже буду учиться деп сөйтіп айттым. Сосын бірден алып келді, бірден деген дәптердің бір жағын кесіп қоймаймыз, ортасын сөйтіп словарь жасап деген сөйтіп үйренгенмін. Қазақта ең ұзын сөз бар ғой, білесіз бе? Иә. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Екінің бір айтылмайдан жаңағыдай шатасып қалады, тілі байланады деген секілді. Мен уже үйреніп кеттім. Мен бірінші қазақша словарь сөздік дедіңіз ғой да, әжемнен сұрадым деп. Сол ең бірінші жазған сөзіңіз есіңізде ме? Иә, ең бірінші жазған сөзім ол алма. Алма? Мен сол айтып тұрмын, құрбым болды, дворда бірге өскен, ол қазақ, мен орыс, бір-бірімізді түсінбейміз, бірақ та ойнағымыз келіп, жаңағы дос болғымыз келеді. Яғни қызыл тастар бар емес пе, соған деген мелмен тек мені оқытып, өзінше сөйтіп не істейді, сосын алма деген сөзді жазады. Мен ол не, чо это деп тұрам, жаңа алма деген сөз, короче, ол деген типа яблоко, сосын не бери деген екі значениесі бар деп сөйтіп ең бірінші сөзім кәдімгідей есімде қалып қойған. Неше жасыңызда болды? Ол жасым 9, бір 10 жас болған шығар, 10 жаста болған. Құрбыңыз? Менің құрдасым болды сол. Есімін атай аласыз ба? Есім Айдана. Айданаға сәлем. Жалпы енді өзіңіз қазір қаладасыз. Иә. Қалада тұрасыздар, жолдасыңызбен, отбасыңызбен осы қалада. Ауыл көрдіңіз бе, қазақ ауыл? Жоқ. Барып көрген жоқсыз? Жоқ. Бірақ ойда бар ма жалпы? Жалпы бар, өзімде андай желание болды контент жасауға. Контент жасауға? Сиыр сауып, сондай бір неге. Мен инстаграм желісіне парақшаңызды қарағанда мен ойладым, ауылдан келіп отырған орыс келін болар деп. Жоқ. Қаланың қызы. Қай жерде тұрғылықты жеріңіз? Алмагүл. Ең бірінші келін болып келген әзірде келін деген ұғымды қалай түсіндіңіз, қалай қабылдадыңыз? Сізге келін деп айтатын ба еді? Жоқ, жалпы, бірақ вообще
құттаймын дегенде енді жастайымнан деп айтайыншы, мен всегда айтатын, всегда айтып жүргенмін, мен қазаққа күйеуге шығам деп. Даже үйдегілеріме де қазаққа күйеуге шығам деп, и уже күйеуге шығайын деп жатқанда, өзінен дайындалған болып тұр. иә, и уже қазаққа күйеуге шығып жатқанда ақыры өзіңдікін істедің да деді ғой маған үйдегілер. Ақыры өзіңдікін істеп қазаққа шықтың ғой күйеуге деп. Бірақ енді басында өз анам айтқан, қазаққа келін болғанмен ол саған орыстың несі емес, кішкене қиын болады деп. Енді иә дайынмын деген. Шүкір, енді отбасымызға уже 10 жыл болды, 10 жылдан асып баратыр. Бірге тұрып жатырмыз, барлық салт дәстүрлерді уже жатқа білемін. Неше балаңыз бар отбасыңызда? 3 балам бар. Жолдасыңыз? Жолдасым жалғыз ұл, 2 қарындасы бар. Бүгінде қазақшаны еркін сөйлейін деп ойлайсыз ба? Немесе тек қана мана балалармен ойнадық деді кішкентай кезінде, білмей қалдым деп, тек қана сол түрткі болды ма қазақша үйренуге, әлде өзіңіздің де басқа бір қызығушылықтарыңыз ояна бастады ма? Негізі маған сол түрткі болған, то, что мен түсінген жоқпын да, айналамдағы достарымды ойнағым келіп, айналамын кілең қазақ қой, мен орыс болып аналарды түсінбеймін. Сол маған кәм түрткі болды. Мен оларды түсінгім келеді, мен олармен араласқым келеді, ойнағым келеді деп, сол үшін мен деген енді айтады, цель қояды деп, сол цель қойып, енді не істедім деп ойлаймын. Жалпы енді мынау жолдасыңызбен қай уақытта қалай таныстыңыз? Басында таңғалған шығар, орыс қызы қазақша сөйлеп тұр деген, көп адам таңғалады ғой негізі. Иә. Қазақша сөйлеп отыр. Біздің общий бір досымыз болды, досымыз, сол досымыз бізді таныстырды. Яғни ортақ таныстарымыз. Иә, ортақ таныстарымыз бізді таныстырды. Қалай түсінді? Еркін айта беріңіз, солай. Иә, қысылмаңыз, айта беріңіз. Мүмкіндік бұл. Нағыз бір оғаш бір нәрсе болса кесіп тастаймыз запистен. Иә, ортақ танысымыз бізді таныстырды. Көшеге шығып, сөйтіп таныстық, жаңа есімімізді айтып, сол жерде ол деген уже таңғалды, орыс типа қазақша сөйлеп тұр деп, анау-мынау деп. И содан кейінгі впечатленияны сұрағанда, бірінші күн танысқан күні ортақ досымызға жаңағы айтты, мына қызда мен өзімнің әйелімді көріп тұрмын деп. Өзіндікі жасады енді. Бір көргеннен ғашық болып қалды. Бір көргеннен ғашық болды. Жалпы енді қазақтың қандай дәстүрлерін білесіз, соның ішіндегі қайсысы сізге ұнайды? Жалпы маған бесікке салу, бесік той, тұсаукесер тойлар көптеген енді нелеріміз бар ғой, енді сол ұнайды, көп ұнайды. Бірақ ең ерекше, сосын андай басында қызық болып көрінген, ол бесікке салу, жаңағы бәрін қамшымен соғып шығады ғой, соны түсінген жоқпын мен басында, неге соғады бәрін, олардың не күнәлары бар деймін, қайта-қайта соғып оларды деп. Оказывается, сондай дәстүр екен, сен сияқты болсын деген сияқты нелерді, саған ұқсасын деп, сондай ырыммен соғады деп, сосын уже үйренісіп кеттім. Қазір енді шүкір, сол дәстүрлерді бесікке салу бұйыртса маған бұйырып тұр, бұйырса бесікке салайын деп жатырмын, өзім күні кеше кіндік мама болып жатырмын. Сол баланы бұйырса бесікке саласын деп отыр. Қолыңыз құтты болсын. Енеңізбен қалайсыз, қарым-қатынасыңыз? Бар ма енеңіз? Иә, жалпы менің өзімнің туған енем деп айтайыншы, тағы бір енем бар, себебі менің күйеуім ата әжесінің қолында өскен. Ата әжесін мама папа деп кеткен. Енді бұрын деген андай болды ғой, атама оны немен мама демем, атымен ата деген сияқты, сондай болып кеткен да, бізде өз мама папасын атымен атайды да. Мен басында келін болып түскенде айтамын, неге өйтіп айтасың деп. Яғни жолдасыңыз туған мама папасын атымен атайды, сізге де солай атымен ата деп айтты ма? Жоқ, маған мама папа деп айтасың деді ғой, енді атымен атай алмаймын ғой. Өз кәдімгідей енем, менде екі ене болғасын, андай не істей алмаймын. Екі енемде де отношениям жақсы, шүкір. Яғни біреуіңіз әжеңіз, біреуіңіз мамаңыз ғой? Иә.
өз енемде тоже современный, негізі современный отбасыға түстім мен. Басында қабылдағанда қалай орыс деп айтқан еді? Жоқ, айтқан жоқ. Себебі күйеуімнің мамасы кореянка. Күйеуімнің мамасы кореянка. Наоборот келгенде мә әкен кореянканы алып келіп еді, енді баласы келіп орысты алып келді деп айтты. Соған кішкене андай интернациональная семья болып отыр ғой. Шыны керек, дастарханда енді әртүрлі тамақтар тұрады, корейский салат тұрады обязательно. Енемнің қазақи бір бешбармақ жаңағы, либо қуырдақ, либо бауырсақ тұрады. Арасына борщымды тығып жіберемін мен. Борщ деп, бірақ сол борщ неде мен 18 жасымда шықтым ғой енді күйеуге. Ол кезде тамақ пісіру деген білмеймін, себебі жалғыз қызбын, ерке қыз болдым. Сол кезде өзімнің туған енем бәрін пісіріп үйретті. Қазақша тағамдарды да үйретті ме? Иә. Отбасында сондай бір жағдайларда қызықты сәттер болды ма? Қызық сәттер болды. Тұзды көп қосып жіберу? Болды, өте қызық бір сәт болды. Басында келін болып түскенде тойдан кейін маған окорочка қалдырып қойған. Окорочканы пісіресің ғой деп, плов жасайсың ғой деп. Енді олар білмейді, мен тамақ пісіре алмайтын да. Сосын барымша енді ютубты қосып қойып істеп атқаным. Ютубпен? Иә, ютубпен. Бірақ ол кезде окорочканы қалай не істейтінін қарамаппын. Өзімше терін бәрін алып тастап, ананың қасыға дымын қалдырмадым. Сөйтіп деген өз атам келеді де, не істеп сағансың деп тұр. Ана окорочкаға аянышты көзбен қарап, не істедің деп. Сосын енем келіп күледі. Оны үйтпейді ғой деп, оны бүйтіп кесіп тастайсың, сал жерсіне. Солай ма, ана терді қалай жейді деп. Балық құсап ашып. Иә, балық құсап ашып тастағаным бар. Енді соған ата-енем жаман білді ғой. Тауықты етін терін мен жей алмайды екенмін. Мен де жей алмаймын. Тамақ міндетті тамақ пісіремін, енді жолдасым айтам алып тастар деп сыртын. Мен де сол сыртын жей алмағасын, вообще алып тастап береді екенмін. Анам полный алып тастағанда олар шок болды да. Окорочканың жартысын алып тастадым ғой, дым жоқ қана жер дым қалмады ғой деп. Атам деген күліп енді не істеді. Атам жас қой, жас болғанымен 80-ші жылы ғой ол деген. Өзі ерте үйленген, 15 жаста үйленген. Содан деген андай более современный болып, күліп, бәрі приколмен сөйтіп қабылдайды. Жолдасым 29-да. Құрдасыздар? Өзіңіз қазір? Мен 28-демін. Бір жас үлкен менен. Енді мына қазақы отбасына келдіңіз, туысқандарыңызбен араластыңыз, қазақтың ұлттық дәстүріндегі тағамдарын, ас мәзірінен қандайларды білесіз, соның ішінде бір екі-үшеуін атап кетсеңіз өзіңізге ұнайтын, және қалай, қайсысын үйрендіңіз соны? Тағамның ба? Борщ десең. Бешбармақты, тұздалған етпен жасаған жақсы көрем. Өзім етін заранее тұздап қойып, сөйтіп қоям. Сосын тағы қандай бар? Қуырдақты қатты не істемеймін енді, шыны керек пісіріп бере аламын, бірақ та өзім қуырдақты жемейді екенмін. Болды, в основном сол бешбармақ, бауырсақ. Өзіңіз дайындап аласыз, кім үйретті енді оны? Оны деген жоқ, енем үйретті. Сіз жаңағы енді тұрмысқа шықпастан бұрын, күйеуге тиместен бұрын жаңағы бала кезіңізде білмеймін енді бұл сұрақ қалай болатынын. Жалпы дініңіз ислам ғой? Дінімді исламға қабылдадым, иә. Қабылдадыңыз тұрмысқа шыққаннан кейін, иә? Оған дейін жаңағыдай христиан дінінде болдыңыз ба? Иә. Жалпы енді үйде қай тілде сөйлесесіздер, жолдасыңызбен? Екі тілмен сөйлесе береміз, қазақша, орысша. Балдар екі тілде де не істеп кеткен, солай жақсы деп ойлаймын. Қазақша да, орысша да түсінгенмін. Себебі қазір енді біздің государственный тіліміз қазақша болғанымен көбі орысша сөйлейді. И орысша не істей беріңдер деп айтам. Кейде болады түсінбей қалады. Мен мысалға өзім қазақша сөйлегенмен мен бір рет андай жағдай болды, Ақтауға барам. Қазақша сұрасам, маған қазақ деп енді өзімше қазақша сұрадым, маған деген орысша не істеп тұр да, я вас не поняла деп. Сосын мен түсіндім, оказывается, мен орысша сөйлеген дұрыс болған екен деп тұр. Қазақша сөйлеп түсінбей қалдым, мысалға орысша сөйлеп жүрем. Мен шын айтсам, уже өз тілімді ұмытып бара жатырмын. Орысша? Иә, орысша.
мысалы айналып келіңізші деп, кеше айналып келіңізші деп ресторанда отырғанда айналып келіңізші деп прокрутитесь деп айтайын деп тұрмын ғой. Официантқа күйеуім соған күліп, сен точно ұмытасың, орыс тілді бар ғой деп. Сонда жаңа Ақтауға барғанда бір қазақ сізге орысша жауап қайтарып тұр, түсінбеймін деп. Сіз сол ұялдыңыз өзіңіз. Өзім бір түрлі болып қалдым, қазақша түсінбейді ма, қысқа деп. Енді білмеймін, әр түрлі ғой нелері, бірақ енді өзім үшін, балдарым үшін қазақша тілді, қазақ тілді, орыс тілді білген дұрыс деп ойлаймын. Қазақ мектепте оқиды ма? Балдарым негізі орыс мектепте оқиды. Орыс қыл более. Енді мына баламды қазақша садикке беріп, не істедік. Қанша балаларыңыз бар? 3 баламыз. Үшеуі ер бала ғой? Жоқ. 2 қыз, 1 ер бала. Жолдасыңызбен жиі ұрысып тұрасыз ба? Ұрыссаңыз қай тілде ұрысасыз? Орысша қазақша аралас кете береді негізі. Кім жеңеді? Қалай шешімге мәмілеге келесіздер? Ол жеңеді ғой, енді мен кішкене басылып қаламын. Ол жеңеді. Ер адамның орны жоғары. Иә. Жалпы енді бала тәрбиесінде ұлттық салт дәстүрді бағыттайсыз ба, үйретесіз ба енді қазақ отбасына келгеннен кейін? Иә, үйретем. Менің өзім қыздарым енді кішкене өнерлі ғой, енді билейді, ән айтады деген сияқты сахнаға жиі шығып тұрады. Сондықтан мен оларға сүрелерді жаттатып үйреттім. Сүре, сосын жаңағы мұсылман екенді дәлелде дегенді үйреттім. Біздерде енді мына түрлі шараларымыз болып жатады, мемлекеттік тіл, этносаралық тіл деген жобалардың айналасында көптеген шараларда, соның ішінде өзге ұлт этнос өкілдерінен аспапта ойнау, ол болашақта жоспарыңызда бар ма, балаларға үйрету деген, мысалы домбырада деген сияқты? Қызым домбыраға қатысады. Домбыра несіне үйірмесіне қатысады, биге қатысады, домбыраға қатысады. Домбыраға қазір нешінші класста? Қазір 3-ші классқа көшті. Еле ортататын болып тұр ғой. Қандай күйлер, қандай... Тұра тұрмыз құрсын. Қайда 3-ші класс? 3-ші класс мектепте оқиды ғой. Енді барды ол домбыраға, 2 ай болды. Естіса? 3-ші класс, 3-ші класс деп қоям. Бірінші неге барып жатыр да, домбыра сыныбына барып жатыр ма сонда? Иә. Енді бұйырса болашақта бізде мың бала жобасы аясында түрлі өнерлі өрге жүзерде конкурстар өтеді. Соған қатысуға шақырамыз, мектеп оқушыларын аламыз, жалпы колледждердің арасынан аламыз. Енді өзіңізді жақында КВН-ға шақырдық, көңілді тапқырлар клубы. Енді одан да бір қырын қараймыз, әзіз қазақ тілінде өтеді. 11 тамыз күні бізде дайындық өтеді. Соған келіңіз. Жарайды. Өзіңіздің жалпы ойландырып келген, толғандырып келген бір сұрақтарыңыз болса, бізге де қоя отырыңыз. Ұсынысыңыз болса. Жоқ, ондай сұрақ жоқ. Инстаграм белсен жүргізесіз бе? Иә. Блогерсіз? Иә. Жарнама түседі ме? Қаншада жарнама? Жалпы жарнаманың бағасы қанша сізде? Сториске салу, пост салу деген секілді. Өзі барып түсіріп кету бөліне ма? Әлде бәрі бір баға кіре ма? Жоқ, бөлінеді. Выездная реклама деген бар. Барып түсіріп кетесіз? Иә, барып түсіп кетем. Қасымда мобилографым болады. Әдейі түсіретін. Тусын сториске шығару деген сияқты нелер болады. Қанша оқырман? 17 мың. 17 мың? Бәркім шынайы, живой оқырмандар, иә? Бізде онда осы бүгінгі болып жатырған подкастты түсіріп жүрсеңіз. Келсеміз ғой, деде. Жалпы енді сізді әлеуметтік желіде көріп жататын жастар бар. Олардың ең сізге көп қоятын сұрақтары бар ма? Қандай сұрақтар көп қойылады, мысалы? Қалай жауап беріп жатасыз? Қолыңыз тимей ма әлде жауап беруге? Жоқ, бар сұрақтар қойылатын. Ұнамайтын сұрақ қандай? Ұнамайтын сұрақ? Ұнамайтын сұрақ. Күніне соны қоя береді сізге. Сіздің ашуыңыз келеді, уже андай. Қалай айтсақ болады? Ығырданыңыз шығып кеткен уже сұрақтар. Ұнамайтын сұрақ, күйеуіңізді неге көрсетпейсіз, күйеуіңізбен ажырасып кеттіңіз ба деп.
күйеуім негізі көп неге түсе алмайды, видео нелерге, өзім мобилограф болғанымен бұрын енді жиі көрініп жүрді, шыны керек. Қазір енді жұмысы бар, несі бар, ол деген күн ұзаққа жұмыста болғанымен мен өзім үш баламен қалам. Сонда жиі келіп тұратын сұрақ: сіздің күйеуіңіз бар ма, ажырасып кеттіңіз ба деп сұрайды. Жеке шекараға өте ма? Иә, жеке шекараға өтеді шынымен де, себебі менің инстаграмдағы өмірім 70% олар, 30% көрінбейді. Ол күйеуім, жаңағы ата-енемді мысалға көрсетпеймін мен. Себебі өз үлкен ата-енем олар деген камерадан вообще қарсы адамдар. Кіші ата-енем кішкене ұялшақтарда тоже істемейді. Бірақ үлкен үйге бардым, үлкен үйге келдім деген сториспен аяқталады менде болды. Үлкен үйдің ішінде не болып жатыр, не ондай түспейді. Осы келінді өмірге дейін сіз қыз болдыңыз. Біреудің еркелеп өсірген, әпелеп өсірген жалғыз қызы болдыңыз. Келін болғаннан кейін өзгеріс қалай, өзіңіздің ішкі өзгерісіңіз болды ма? Әрине болады. Иә, өзгерістер болады. Себебі жалғыз қыз болып, еркелеп өсіп, бәрі сен үшін жасады ғой. Енді шыны керек, бәрі мен үшін жасады, мені деген аялап өсірді. Бірақ енді өкінбеймін, өкініп отқанда айтып кеттім. Жалпы қазақ елінің, қазақ халқының бір қандай қасиетін айта аласыз, қандай тұстарын бағалай аласыз? Қонақ жайлығы болар. Себебі әртүрлі андай қонаққа барған сайын қолына обязательно біріне ұстатып жібереді, сондай күшті, сондай нелер ұнайды маған. Кәдімгідей шайын сықитып тұрып құйып береді, бар ғой слайға күшті, сосын бешбармағыңды ортаға дайындап береді. Оның өзі қандай мысалы құрметті, сені күтіп алып не істеп жатқаны. Сосын жаңа айтып тұрмын, ол нелер бесік той нелер дегенде шашу деген нелерді вообще кәдімгідей қатты ұнайды маған. Келешекте қазақ қоғамына жалпы қандай өзіңізді рөлді көресіз? Қазақ елінде тұрып жатырсыз ғой. Келешектегі адамның әрбір өмірі осы периодтан тұрады ғой, бала кезде, жаңағы бой жеткен, одан кейін тұрмыстық отбасылық жағдай. Сондай қоғамда қазір сіз келесі болашақта өзіңізді қандай рөлде көресіз? Қандай? Білмеймін, даже ойламаппын оны. Ойламапсыз, осы контентпен немен жалғастырып жүре береміз? Иә, әрине. Блогымды жүргізіп, ары қарай елге танымалы блогер болғым келеді, шыны керек. Қазақ пен орыс елінің өзінің үйлесімді мәдениеттіліктері туралы сіздің себебіңіз бар ма? Болса қандай үйлесім, жаңағыдай үйлесім таба ала ма қазақ пен орыс мәдениетін? Бір ошақта отырсыздар ғой. Қалай үйлестіре аласыз? Жаңа әріптесім айтып өткендей, әртүрлі мерекелер болады деп жатырсыз. Жаңағыдай өзім борышымды тығып жіберемін деп жатырсыз. Сондай. Жоқ, енді ол деген қалай айтсам болады, тіл табысуға болады ғой. Жаман ұлт жоқ, жаман адам бар дейді ғой. Мысалға бәріміз әртүрлі не болсақ та, нация болсақ та, бәріміз бір отбасы болып тұрып жатырмыз. Әркімнің әртүрлі несі болса, мысалға қалай? Ең бастысы келісімді. Ең бастысы келісімді болу, сабырлықты сақтау деп ойлаймын енді. Ондай сенің борышың или мен бешбармағым деген қырылу деген қате. Реально қате. Келісіммен дейсіз ғой? Сөйлесу арқылы шешіліп жатыр. Жалпы енді мына блог жүргізу, жаңағыдай немесе болашақта енді осы өміріңіз туралы бір шағын кітаптар жазу жоспарыңызда бар ма? Қазір ондай жоспар жоқ. Бірақ алдағы уақытта мен енді көбінде воспитание жағынан немін ғой, жақынмын ғой. Себебі өзім деген енді мектепте, частный мектепте нелерде жұмыс жасадым. Сол жағынан жазбасам енді. Блог жүргізу жалпы қиын ба, оңай ма? Қиын. Қатты қиын ба? Несімен қиын? Семейный өмірін бәрін көрсету керексің ғой. Бәрін көрсету керексің, шынайы болуың керексің. Мен мысалға өтірік андай шыққым келмейді бар ғой, андай менде бәрі керемет деп. Бірақ кейде солай шығасың, шыны керек.
жұрттың алдында қанша сен ренжеп тұрсаң да, қанша не істесең де, сен блогтың алдында кішкене ондай ішкі кухняны көрсетпейсің, былай айтқанда. Қара пиар деген білесіз бе? Черный пиар деп айтып жатады ғой. Білем, иә. Сөйтіп жасап, көбіне енді хайпауит етіп жатады жаңағыдай. Хайп қуып. Иә, білем. Ондай ойлар келген жоқ па? Танымалдылыққа ие болу мақсатында. Жоқ. Күйеуім кейде айтады, ей, ажырасып кетті деп жатыр ма, жазып жатыр ма? Ей, ажырасып кеттім деп айта берші дейді. Несі бар? Зато андай статистиканы өсіп кетеді ғой дейді маған. Статистиканы өсіп кетеді ғой, не істеп кетеді ғой деп. Сосын қой, жоқ деп не істеп жүремін. Өткенде бір сұрақ деді, жоқ, ажырасып кеттім, я болдыңдар ма деп жауап бердім сториске. Иә, ажырасып кеттім деп. Сосын стористі қарасам 38 береді, бірақ нормально. Бір сағаттың ішінде. Біреудің жеке өмірі қызық болып тұр. Қызық болып тұр, иә, қызық болып тұр. Сөйтіп деген, білмеймін, неге үйтіп қатты не істейтін бар ғой, өсек. Мә, ажырасып кетті ғой деп, иә. Ақыры ажырасып кетті, бәсе, күйеуі көрінбей қалып еді деп. Шынында сондай сұрақтар келеді, кішкене нервматет бар ондай сұрақтар. Не керек сіздерге мысалға деймін да, не істеп, мүмкін просто шығармайтын боларым деген сияқты. Сіздің шынайы жауаптарыңыз өте тартымды, сондай әсерлі болып жатыр. Өзіңіздің этнос өкілдері арасында достарыңыз бар ма? Қазақша сөйлейтін? Бар. Иә, бар. Менің құрбым бар, Алеся деген. Ол тоже жаңа қазаққа күйеуге шықты. Тоже қазақша күшті сөйлейді. Осында Атырау қаласында? Атырау қаласында тұрады. Жалпы енді ол қазақшасын енді сіз арқылы үйлестірді ма, әлде өзінің ниетімен үйренді ма, қалай болған екен? Сол айналада келген қазақтар болғасын құттайынан үйреніп кетті тоже. Ол да Инстаграм жүргізе ме? Жоқ, ол не публичный адам емес. Ұнатпайды камераны. Негізі мен айтқам, осылай шақырып жатыр ғой деп, бір кейбірлер шақырады, орыс ұлтты қазақша сөйлейтін керек деп. Жоқ, мен вообще не могу. Өзіңді қарсы дейсіз ғой? Иә, жоқ. Менікі емес ол деп. Ортасы сиретті дейсіз, иә. Жалпы енді осы Атырау өңірінде тұрып жатқан этнос өкілдеріне, жастарға не айтар едіңіз осы мемлекеттік тіл жөнінде өзіңіздің ой пікіріңіз қалай? Енді тілдерді білу керек. Қазақ тілі болсын, орыс тілі болсын, ағылшын болсын, жан жағынан дамып, оқу керек деп ойлаймын. Өзіңіздің қазақша сөйлегеніңізге қуанасыз? Жоқ, мен шын айтайын, мен риза боламын. Себебі көп жерде енді Қазақстанда тұрып жатқасын, в основном мен население қазақ қойында болғасын, мен деген кейбір жерге барып. Атыраулықтар 95%, Қазақстан 95% өзі атыраулықтар қазақша жақсы сөйлейді. Иә, сол көбінде сөйтіп естігесін, мен ойлаймын да жақсы, мен қазақша сөйлейтін. Мен қазір мына жерде мыңқ айтып тұратын едім, түсінбей ана кісіні мысалға. Қайда барсам да бәрі қазақша ғой енді. Бар енді орысша сөйлейтіндер, орысша жауап бересің. Оларға дімде алмайсың. Бірақ енді өзім үшін кәдімгідей балдарыма да үйретем, қазақша, орысша білуің керексіңдер. Ары қарай ми жетсе, ағылшынша, қытайша сөйлей беріңдер, үйрене беріңдер деп. Мені қыздарым ағылшынша нелерді тілде, былай словарьдағы нелерді, сөздерді уже біледі. 3 тілмен уже кетіп жатыр, 3-ші тілге кетіп жатыр. Сөйтіп. Сонымен мемлекеттік қазақ тілін этнос өкілдері білгені абзал, осы елге құрмет ретінде де деп жатсыз ғой, заң қазақ тілінде жазылады, орыс тілінде де жазылып жатыр. Енді сіз сияқты жаңағыдай этнос өкілдері көбейесіз, жалпы болашақта өзіңіз полиглот болуға қалай қарайсыз? Қарсы емеспін. Жақсы ғой. Мен негізі английский былай білем, бірақ енді кәдімгідей андай оқығым келеді. Мамандығыңыз қандай? Финансист. Керемет сұхбат болып деп есептеймін. Рахмет. Жалпы өзіңіз 8 қырлы, 1 сырлы келін сияқтысыз. Салт дәстүрді де біліп алыпсыз. Ас мәзірін де дайындауды, контенттеріңізді көрдік, орыс тілінде. Үйге орысқа шақырасыз. Жаңағы бір напитокты, сусынды ішкеннен кейін
қатты билеп кетіп жатқанбыз. Біздің жаңа Ләззат Кеңесқызы екеуміз көріп отырмыз ғой, жаңа біздің қоғамдық келісімнің төрағасы, басшысы біздің мекеменің. Сол күліп жатыр да, қандай сондай бір ойын, әзілді бәрін үйлестіріп жатыр, сондай икемі де келеді деп, би жағына да жақсы сияқтысыз. Болашақта енді сізді табыс тілейміз. Зор жерлерде көрейік. Осымен аяқталып. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса, астына жаза кетесіздер. Және орыс тіл контентін бізде жарнамалап кетейік. Қазақтың салт дәстүрін меңгерген, дәріптеп жүрген. Дәріптеп жүрген Екатеринаға алғысымыз шексіз. Қонақ болып келгеніңізге уақытыңыз бар. Үлкен рахмет сізге. Рахмет. Көп рахмет.